Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін мен сіздермен инсульт жайлы әңгіме қыламын. Және инсультті сүлікпен қалай емдейміз, сол жайлы да көрсетіп өтемін. Біріншіден, инсульт бұл мидағы қан тамырдың жіті жарылуы. Яғни мидағы қан тамырдың майда қан тамырлар болады ғой, сол мидағы қан тамырдың үзілуі болып есептеледі. Бұл үзілгеннен кейін басқа қан уже жайылады. Құйылған қан миды басып, оны ісіндіреді. Және мидың бір бөлігі өледі деген сөз. Мұндай инсульт көбінесе ауыр күйзеліске алып келеді. Әсіресе кешке қарай бас қатты ауырайды. Бұны кейбіреулер уже білмей өтіп кетеді. Неге басым ауырып жатыр деп, инсульт екенін де білмей өтеді. Уже кейін жайлап бүйтіп еңкейген кезде бас қатты ауыритын болады, қатты күйзеліске түседі. Уже оны адам білмейді да, уже давлениясын. Кейбіреулер білместен солай өткізіп жүреді. Білместен өткізіп жүргеннен кейін уже бұл жүрекке ауыр болады. Жүрекке ауыр болғаннан кейін инфаркт жағдайына алып келеді. Көбінесе заттардың барлығы кәдімгідей ала-бұла боп көрінеді, қызыл түске боялып көрінеді кейбіреулері. Және қандай мысалдар келтірсем болады бұған? Жүректің айнуы, көбінесе бас айналуы, құсу, бұл соққының алғашқы белгісі. Соққының алғашқы белгісі дегенім инсульттің алғашқы белгілері. Уже бастағы қан тамыры жарылған кезде уже біз білмейміз. Уже мен сіздерге бастан мұны айтып келатырмын ғой, мынау бастағы қан тамырдың бұзылуы, бастағы қан тамырдың, майда қан тамырдың үзілуі деп айттым ғой. Тура сол жағдай жайлап уже алдына қарап келеді. Инсульт болған кейбіреулер білмейді. Уже сол білмегеннен кейін, тағы қайталап жатырмын сізге, білмегеннен кейін инфаркт жағдайына алып келеді. Соның арқасында құсу болады, кәдімгідей заттар көзге бір қызғыш түсті болып көрінеді, бастың қатты айналуы, тұрған кезде бас, қол, аяқтың үйуі, мына беттердің жыбырлауы, бет жыбырлап жатыр дейміз ғой кейде. Тура сол уже инсульттің белгілері. Енді мен сіздерге сол инсультті қалай емдеуді, сүлікпен қалай емдеуді мен сіздерге көрсетіп өтемін. Кәні жүріңіздер енді. Сіздерге жаңағы айтқанымдай инсульт кісіге сүлік қойдық. Қараңыздар, шертпе істейді ғой, сол жеріне. Мұны екі қастың ортасына бір сүлік қойылды, точкасы. Мына кісі, мен алдымен айтып өтейінші, арбада отырғанына, инсульт алғанына 1,5 жыл болған. Сосын екі қастың ортасына қойылды, сосын көздің жоғары жағына қойылды, сосын мына құлақтың астына 2 қойылды. Құлақтың астында өзі 3 точка бар. Біздер 2 точкасына қойдық. Сосын мына желке жаққа қойдық. Мына желке жақта сүйек болады ғой, ол сүйектің жанына қоямыз. Сүйектің үстіне қойып қоймаймыз ешқашан сүлікті. Сосын қараңыздар, негізі бұл сүліктер қойған сүліктерді салған кезімізде кішігірім бір ашту болады. В общем, бетімде ешқандай не жоқ, әлсізбін, вообще сезбейді деп жатыр еді. Сүлікті қойғанымнан кейін, ашып жатыр дейді. Көрдіңіз ба, мен сүлік қойғаннан кейін қандай болып жатсыз десем, кәдімгі ашып жатыр деп қуанып отыр. Өзі көзін жұмып қорқып отыр, қараңыздар. Енді бұның дәу болған мен сіздерге көрсетем. Қараңыздар, дәу сүліктер болды. Мен сіздерге жаңа айтқанымдай, сүлікті салғаннан кейін сразу болар өзінен ферменттеріні
бұда сүлікте 102 фермент болады. Ферменттерін жібереді. Жіберген соң сразым қан сұйылады. Қан сұйылғаннан кейін сүліктер өзінен сүлекей ажыратып, сосын терлеп тепшіп қанды сорады. Қараңыздар, бұл қан сорғанда барлығын сора алмайды. Ем болсын.